достар, бүгін Codforce раунд 929 diff 3 есептерін талқылайық. Алдыңғы 4 есепті. Принцип өздеріңіз видеоны стопқа қойып өздеріңіз оқып алсаңыздар болады. Мен түсіндіре берейін. Бізге сандар беріледі. Сандарды неге айландыра аламыз? Плюс санға айландыра аламыз. Минус санды плюс санға айландыра аламыз. Сосын қосындысын табу керек. Болды, қиын есеп емес, сонда не істейміз? Өздеріңіз оқып шықсаңыз, логикасы сондай. Бізге какой-то n деген ұзындық беріледі. И массив беріледі. Мысалы бізге n деген 3. И мысалы бір массив беріледі, какой-то 1, минус 2, 3. Осы массивтің ішіне сандарын бүкілін қосып шығу керек. Минус санды плюс санға айландырып. Мынаны біз қосқан кезде қандай болады? 1 қосу минус 2 қосылған 3. Демек 6. Кез келген минус санды плюс санға айландыру керек. Плюс сандар өзі плюс болып қала береді. И қоссау керек. Есеп түсінікті ғой, ешқандай қиын зат жоқ. Мен кодын жаза берейін. Бірінші 8-ді қабылдап аламыз. Мысалы ABS деген любой санды плюс санға айланады. Не ғой? Модуль сияқты. Минус сан келсе плюсқа айландырады. Енді жіберіп көрейік. Мына жерде біз бірінші ең басында 8 қабылдап алдық. Сонда форикқа салдық. Сосын мына санды қабылдадық. A1, A2 біз ол массив. S деген бір айнымалы ашып қойдық. Сол айнымалыға ішіндегі сандарды қосып отырамыз. Біз форикпен жүгіреміз да, мына массивтағы элементтерді аламыз. Егер минус болса плюсқа айландырамыз, плюс болса да плюсқа айландырып, мына S қосып отырамыз. Қосып отыру деген негізі былай ғой. S қосу мысалы. Ең соңында мына форик біткеннен кейін сол S-ті шығара саламыз. Ешқандай қиын зат жоқ. Мен жібере берейін. Енді екінші есепке келейік. Видеоны стоп қойып оқып алсаңыздар болады. Мен түсіндіре берейін. Бізге бір массив берілген. Сол массивтің ішінде біз санды бірге азайта аламыз. Жоқ, бір элемент алып sayамыз. Массивтің ішінде любой элементті қысқартып аламыз. Немесе бір сан қосамыз, бірді қоса аламыз. Екеуін біреуін істей аламыз. Түсінікті ғой, Мысалы қараңыздар, мына жерде біз не істеуіміз керек? Әдемі белгілеңіз. Аяқымызға бір массив келсін. 2, 2, 4, 5. Массивтің ұзындығы 2, 2, 4, 5. Бұда не істей аламыз біз? Бір элементті алып сай аламыз, немесе бір қоса аламыз, белгінің жерде. Бір массивтағы бір элементті бірге үлкейте аламыз, немесе бір элементті алып тастаймыз. Яғни барлығын қосыңыз қанша бізде? 2, 8, 13,
Оны бізге үшке бөлінбейді. Біз бір элементті алып тастаймыз, не бір элемент қосамыз ғой. Мына жерден біз қайсысын алып тастасақ болады? 2-5, иә. Бірді алып тастасақ, жоқ, бірді аламыз, біз бір элемент аламыз, бір қоса аламыз, иә. 4-5 алып тастасақ, 2x4 болады, ол бізде 8 болады, иә. 2-ні алып тастасақ, 11 болады, 4-ті алып тастасақ, 9 болады, иә. Сонда қандай вариант бар бізде? 2, 4, 5. 4-ті жойып тастасақ, бізде 9 шығады. 9 3-ке қалдықсыз бөлінеді, иә. Бізге қалдықсыз бөлінетін болу керек, басшысы айтпақ, оны ұмытып кеттім ғой. Массивтің элементтерінің бүкілі 3-ке қалдықсыз бөліну керек, ең соңында өзгерткеннен кейін. Мына жерде біз 4-ті алып тастадық, иә. Мысалы, келесі мысал, мынау 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3-те қанша бұл? 6. Бұл 10-ста да 3-ке бөлініп тұр, ештеңе өзгертіп керек емес. Иә? Ондай жазып қойып. Мынау да сондай, иә? 10, 16, 24 тоже бөлінеді. Енді бұны қалай шығарамыз деген ой келеді, иә? Бізде екі ереже бар. Не элементті өшіріп тастай аламыз, не элементке бір қоса аламыз. Біз былай істесек болады. Массив беріледі ғой бізге, бір массив, b деген массив берілсін. Ішінде элементтер бар, иә, мысалы b1, b2 и bn-ға дейін мысалы. Бүкіл элементті қалдық үшке бөлеміз. Барлығы. И сол қалған қалдықтарды қосып шығамыз. Бір сан шығар, иә, какой-то n деген. Егер n деген сан 3-ке бөлінсе, значит ештеңе істеп керек емес. Дұрыс. А егер бөлінбей жатқан жағдай болса, мысалы, иә, n. Біз істейміз. Егер бір қосу керексе бір қосамыз. Егер элемент алу керек болса, бірді алсамыз, неге қарайық? Мысал көрейікші мына жерде. Бағана 2, 2, 4, 5 осы мысалға қарасақ. 2-ні 3-ке қалдыққа бөлсек қанша болады? 2 болады, иә. Мына жерде 2 болады, мынада 1 болады, мынада 2 болады. Барлығының қосындысы бізде 7, иә. Енді мына жерде біз бір элемент, мына 1-ді алып тастасақ, 2 қосып 2 қосып 2 6 шығарады. Дұрыс болады, иә. Значит, біз мынаны жойып тастап қойдық. Осы тестте өтіп тұр, иә. Бағана тестті қарайықшы, мысалы. 1, 2, 3-те қалдыққа бөлсек, бірді қалдық 3-ке бөлсек неше? 1-дің өзі қалады. Қалдық 2-ні 3-ке бөлсек 2 қалады. 3-ті 3-ке бөлсек 0 болады. Барлығының қосындысы 3 шығып тұр. Бұған ештеңе өзгеріп керек емес. Сонда бізде қандай ереже пайда болды? Массивтағы бүкіл элементті 3-ке бөліп шығамыз, қалдық 3-ке. И сосын соларды қосып шығамыз. И содан көреміз. Қазір мен жазып көрейін. Қандай массив беріледі. Мен оны дикшнерға сақтап отырғым келіп тұр. Не керек па мен дикшнер? Сақтап отырам. Жоқ, маған керек емес, иә. Аз көрейік. S тұрсын мына жақта. A2 J бөлінген 3 асып дикшнери керек па? Не керек екенін бірге сақтап отырмын ғой. Дикшнери
бізде үш ақ жағдай бар ғой, не 0, не 1, не 2. Мен не істеймін бірінші, мынаны бүкіл қалдыққа бөлем. Егер дикшнерға сақтап отырамын, дикшнердің ішінде жоқ болса сақтап отырамын, бір рет, жоқ болса, егер бар болса сол сақталғанға санап отырамын, мысалы 1, 2 деп, тағы біреу деп. Енді шыққан қалдықтарды s деген айнымалы сақтап отырамын. Егер s 3-ке бөлінетін болса, бізге керек емес ештеңе өзгертіп, 0 изменение болады. А егер бізге s-тан 1-ді алып тастау керек болса, сол кезде 3-ке бөлінетін болса, біз дикшнердің ішінен қараймыз, 1 деген қалдық бар ма. 1 деген қалдық болса, осы 1 деген қалдықты жойып жіберсек шығады дейміз. Немесе s-қа 1-ді қосқанда 3-ке бөлгенде 0 болатын болса, онысы 1 неге бағана біз ереже айтты ғой, 1-ге көбейте аламыз деп 1-ге қосамыз. Сонда 1-ге қосқанда 0-ге бөлінетін болса, онысы 1. Қалған любой жағдайда else 2 болады. Болды, осылай шығады. Тесттарды алайық. Солай шығып тұр. Дикшнериден сұрақ болса, мен дикшнериден түсіндіре салайын қысқа, ол қалай жұмыс істейтін. Егер түсініксіз болып жатқан жағдай болса, дикшнери деген бізде былай, d деген дикшнериде бар деп ойлайық. Мынандай. Мысалы қарайық, бізде бір массив бар, 1, 2, 3, 1, 4, 5. Осылай массив бар. Біз форикпен жүгіреміз, d-ның ішіне барымыз. If I not in d десек, егер d-ның ішіне мынау I жоқ болса, біз былай істейміз. d I дейміз, I бізде 1 ғой, тең 1 дейміз. Біз 1-де 1 рет келді. Егер форикпен жүріп келетін болса, келесі мынау келеді. Мынау да тура осылай. I-ның ішінде, d-ның ішінде жоқ қой. d басында қанша болды? d пустой болды. Екінші мына 1-ге келгеннен кейін d мынандай болып кетті. Мынандай 1 тең 1 болды. 1 рет кесті. Енді 2-ге кескен кезде 2 тең 1 болды. Екен 1 рет кесті ғой. Келесі 3-ге келгенде тоже 3 тең 1 болды. Енді 1 кездесті ғой жақта. Мына жерде else деген жазып қоямыз. Else дейміз да, d I дейміз. d I деген, I бізде 1 болса, мына 1-ді алып шығады. 1 нешеге тең бізде? Соған 1-ді қосады. Мынау 2-ге өзгереді. Типа, 1 рет кесті, енді екінші рет кесіп отыр. Сақталып отыр міне. Сол кете береді. 4 1 рет кесті, 1-ге тең. 5 1 рет кесті, 1. Ина дикшнери бізде әр элементтің неше рет кескенін сақтайды. Типа, бұл көп жағдайда санағанға ыңғайлы да, дикшнери деген. Көп есептерді осы дикшнеримен шығады да. Алдыңғы бірінші, екінші, үшінші есептер. Котворстаны diff 3-те. Қолданғанға жақсы питонда. Дикшнеріні сақтап отырасыздар. Бұның осындай несін алып шыққан. Бұл мысалы іздегенде де оңай. Мысалы, мынау if I not in d деген іздеген кезде бұл қайсым болады? O қателеспесем мынандай жылдамдық осындай. O1. ON ғой негізі. Мынандай. ON емес, қайтып O1. А егер біз массивтің ішінде болса, типа ON болады да. Массивтің ішінде қанша элемент бар? Мысалы 10 элемент болса, бір соңғы тұрса, ол форикпен жүгіріп отырып, соңғы элементкен 10 элемент жүріп шығады. А дикшнериде бір элемент үшін 1 секунд қана ма, сондай 1 миллисекунд қандай. Резко бар ма, жоқ болсын қарастырады. Сондықтан уақыттан осы жақсы ұтады. Сондықтан дикшнери қолдану. Сөйтіп мен сақтап отырамын. Егер d-ның ішіне бар ма деймін. Бұл резко қарайды, бар болса бар дейді, жоқ болса жоқ дейді. Мына жерде не тұр. Все, жібере берейін. Есепті бізде 3 сан беріледі, ABL деген. Есепті өздеріңіз оқып алсаңыздар, стоп қойып мен түсіндірейін. 3 сан беріледі, ABL. Бізде KXY дегенді өзіміз аламыз. 3 санды алуымыз керек. L тең болу керек, K көйтілген AX көйтілген BY. Осы жерде K-ның орнына қанша сан келетін тауымыз керек. Бірінші мысалда бізде A мен B 2-ге тең, L 20-ға тең. Мысалы қарасақ, K бізде 1-ге тең, X 2-ге тең,
y 1-ге тең, сонда 20-ға тең болады l-ға. 2-ның 4 дәрежесі 2-ның 2 дәрежесі 4, көбейтеміз 5-ге, оған 1-ді көбейтеміз 20. Егер k 2-ге тең болса, 2-ның 1 дәрежесі болады. Егер k 4-ге тең болса, 2-ның 0 дәрежесі. Егер k 5-ге тең болатын болса, 5-дің 0 дәрежесі. Егер k 10-ға тең болатын болса, 2-ның 1 дәрежесі және 5-дің 0 дәрежесі. Егер k 20-ға тең болатын болса, 2-де 1 дәрежесі. Сонда қанша вариант бар бізде? 3, 6 вариант бар. Бірінші степте түсініңіздер. K-ға қанша вариант екенін табуымыз керек. Бізде сосын айтқан, мына L 10-ның 6 дәрежесінен аспайды. А K болса, K бізде A болса бізде 100-ден аспайды, және A мен B 2-ден кіші емес. 2-ден кіші болмайды сонда, минимум дегенде. Енді бұны қалай шығарамыз? Біз форикпен жүгіріп қарастырып отырсақ болады. Мына жерде несі уақыттан көп алмайтын сияқты. Мен кодын жазып көрейін мына жақта. Мына жерге кодын жазайық, бізге алып тастайық. Мына жерін алып тастақ тұрса, A1, A2, A3 тең map. Мен set қолданайын бұл есепте. Енді қарайық, мына есепті мен түсіндірейін. Біз 3 санды қабылдап алдық, иә. Енді бізге айтты, мына ішінде минимум сан 2 болады деді. 2 болатын болса, бізде 2 келген жағдайды қарастырдық. Минимум 2 болатын болса, 2-ның 32 дәрежесі ол миллионнан аспайды. Миллионға жетіп қана қалады, аспайды. 33 болатын болса, 32 болатын болса, 31-ге дейін. 32 болатын болса, миллионнан асып кетеді. Кезген, значит, x бізде x на дәреже 32-ден аспау керек. Мына дәрежелер бар ғой. X пен y 32-ден аспау керек. Қандай сан болса, өйткені біз ең кішкентай сан 2 ғой. Сосын біз форикпен жүгіреміз. Мына 32-ге тең сандарды аламыз екеуін жаңа 2 санмен көбейтеміз дәрежесіне. Егер ол жаңағы 3-ші l-дан үлкен болып кетсе, l-ді ойлаңыз, h-тан l-дан үлкен болып кетсе, 1 деп шығып кетеміз. Егер үлкен болмаса, сол 3-ші санды жаңағы неге бөлеміз. Көбейтіндігі егер қалдығы 0 болатын болса, сетқа сақтап отырамыз. Сет деген бізде қалай жұмыс істейді? Сет деген массив сияқты, бірақ ішінде жоқ элементті өзіне сақтап отырады. Мысалы, мына элемент сеттің ішінен жоқ болса, ол сақтайды. Егер бар болса, сақтамайды. Сақтауды ең соңында ұзындығын шығарамыз. Жіберіп көрейік. Есеп түсінікті, иә. Біз сетті қолдандық.
мына x пен y 32-ден аспайды, 32-ден келетін бүкіл варианттарды қарастырамыз және екеуін көбейтеміз. L-дан L-ға бөліп көреміз. Қалдығы 0 болатын болса, значит L-ді осы санға бөлеміз. K-ны тауып отырамыз. K-ны сетқа сақтап отырамыз. Егер сеттің ішінде жоқ болатын болса, сақтап отырады. И солай шығарады. Енді төртінші есепті көрейік. Есепті қарап, өздеріңіз оқып көрсеңіздер болады, мен түсіндіре берейін. Бізде массив беріледі. Мынандай. Массивтің ішіне нелердің орнын ауыстыруға болады, өзіңіз білесіз. Және массивті былай көрейік. Массивімізде бірінші элемент, екінші элементке келгенде қалдық. Шыққан қалдықты үшінші элементке бөлесіз. Солай қалдық. Ол қалдықты келесі элементке солай n-ға дейін бүкіл бөліп шығасыз. Ешқандай қалдық 0-ге тең болмау керек. Бұл қалай? Қазір мен көрсетейін. Бұл былай. Соға қараңыздар, біз ол қалай берілген ойынша. Бізге мынандай сан берілсін. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген массив берілсін. Бірінші массивтің элементі бізде 1, бірді екінші элементке бөлеміз. Қалдығы қанша? 1 болады. 1-ді 3-ке бөлеміз. Келесі мынау уже бөлінді ғой. Мына жерде 1 тұр. 1-ді 3-ке бөлеміз. Қалдығы 1. Мынау кетті, 1 болады. 1-ді 4-ке бөлеміз. Қанша болады? 1 болады. Кетті. Енді 1-ді бөлеміз 5-ке. 1 болады. Енді 1-ді 6-ға бөлеміз. 6-ға 1 болады. Сонда қалдығы 1 болыпты. Бізге не айтылған? Қалдық 0-ге тең болмау керек. Басқа сандар барлығына. Мысалы, мына екінші вариантта 3 деген. Ес-ны шығару керек, мүмкін ба? Мысалы, бірінші ес, екінші 0. Мысалы, бізге бірдей сандар берілген, иә? 3, 3, 3, 3. 3-ке бөлсе қалдығы 0. 0, 3-ке бөлсе 0. Уже 0 шығып қойды. Никак болмайды, иә? Орындарын қанша ауыстырса да барлығы 0 шығады. Есеп шықпайды. Значит, бұл есеп. Енді бұл есепке қалай логика құрсақ болады? Біз мынаны не қолданамыз? Математикада бөлгіштіктер, бөлшектер. Мысалы, мына біріншіден қарайық. Біз санап шығамыз. Мысалы, 1 мен 2-нің арасында ең кішкентай өзара бөлгіш ма? Қанша болады? Мыналардікі 1 болады, иә? Одан басқа 1 болады. Мен былай істейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болса, 2 сандықын қарайым. Өзара бөлгіштері қанша? 1, иә? 1. 1-ді мынаның орнына қоямын. 3-пен қарастырам. Қанша? 1. 1-ді аламын да, 4-пен қарастырам. Тағы да 1, иә? Мына жерде қарастырам 5-пен. 1-ді. Тағы да 1, 1, 1. Сонда бұл жердегі ең кішкентай бөлгіші бізде 1 болып тұр. Осы бөлгішке тең келетін 2 сан кездессе, уже 0 болады. Не қараңыздар. Мына есепте қараш. Егер былай болса ше, 1, 2, 3, 4 и 1, 6 болса, бұл есеп шыға ма? Ес бола ма? Жоқ. Өйткені қараңыздар. 1-ді 2-ке бөлеміз, қалдығы 1, иә? 1-ді 3-ке бөлеміз 1, 1-ді 4-ке бөлеміз, қалдығы 1, 1-ді 1-ге бөлсек 0 шығып кетеді. Сонда қандай ереже шықты бізде? Ішіндегі ең кішкентай бөлгіш, енді өзара бөлгіш нәрсе 2 рет кездессе, немесе одан көп болса, есеп шықпайды. Мысалы, қарасақ, басқа жағдайды қарастырайық. Мысалы, бізде 2, 2, мысалы, иә? Мысалы, 3, сосын 5 болсын. Бұда шыға ма? Біз қарастырамыз. Мына жақта мен орындарын ауыстырғыш, мысалы, 2 мен 3 болсын, иә? 5. 2 мен 3-тің өзара бөлгіші қанша? 1 болып тұр, иә? 1. 2 мен 3-ті бөледі. 1 мен 2-нікі 1, иә? 2 мен 5-тікі 1. 1. Енді ең кішкентай бұл жақтағы бөлгіш 1 болып тұр. 1-ді қарастырсам, мына жақта 1 бар ма өзі? 1 емес қой. 1 емес, 1 емес, 1 емес. Значит, бұл келеді есеп. Неге қараңыздар? Қалай ауыстырсақ болады? 2-ні 3-ке бөлеміз. Қанша? Қалдығы 2 болады, иә? Жоқ, біз 3-ті қоямыз ғой бұл жерде. 3-ті бірінші қояқ. 3-ті 2-ке бөлеміз, қалдығы қанша? 1 шығады. 1-ді 2-ке бөлеміз, қалдығы
бізде 1 шығады, 1-ді 5-ке бөлеміз, қалдығы 1 шығады. Сонда қандай нәрсе? Егер мына жерде айтайық 3-тің орнына 4 болса не болады? 2, 2, 4, 5. Мына жерде 2 мен 5-ті қарастырайық, қанша болады? Мысалы 2 түрлі. 2 мен 5-ті қарастырсақ 1 болады. 1 мен 2-ні қарастырсақ 1 болады. 1 болады. Мынау тоже шығады, бізде. Біз бірінші 5-ті қоямыз, сосын 2-ні, 2-ні, 4-ті. Мына қалдығы 1, 1-ді 2-ге бөлеміз, қайтадан 1, 1. Егер мына жерде бізде 6 болса ше, 2, 2, 4, 6 шықпайтын вариант іздеген келіп тұр. Бұл кезде 0 болады, неге? Қандай жағдайды қарастырсақ, бұл ең кіші бөлгіші 2 болады. Бізде 2 неше рет кесіп тұр? 2 рет кесіп тұр. Ол шықпайды. Қанша орны? Мысалы 2, 4, 6, 2 десеңіздер, мына жерде 2, 2, 2-ні 2-ге бөлсек 0 шығады. Сонда бізде ең кішкентай бөлгіші 2 рет кеспеу керек. Соны жазып мына жақтан мына жаққа жазып қояйын. Бізге массив бөлек массив. James. Біз не істедік? Біз бірінші массивтің ішіндегі ең кіші бөлгішті тауып алдық. Бөлгішті. Мысалы, мына ішінде 1, бір неше рет кеседі? Мына өзінің ішінде, мына санайды. 1-ді тауып аламыз, осы А-ның ішіне сақтаймыз, А3-тің ішіне. И сол форикпен қайтадан жүгіреміз, массивтің ішінен сол 1-ді іздейміз. 1 неше рет кеседі? Егер 1 рет кесетін болса, аспаса онша ес болады. А егер 1-ден асып кетсе, 2 немесе одан көп кессе, 0 болады. Мысалы, мына жерде ең кіші бөлгіші 3 қой. 3 неше рет кеседі, уже 2 рет кесіп қойды. 0. Мынаның ішінде бізде 2 рет кесті 0. Мына жерде бізде
мына жерде бізде бір рет кесті, бір ең кішкентай бөлгіш. мына жақта екі рет кесті. мына жақта бізде ең кіші бөлгіші біз бір істеп жіберсек болады. Екі емес қой, өйткені 5 пен 2-ның ең ортақ бөлгіші бір болды ғой, жайсаммен 2. мына жақта ең кіші бөлгіші 2, 3 екі рет кесіп тұр. Сонда біз бірінші ең кішкентай бөлгішін тауып аламыз, ішіндегі сол неше рет кесетінін іздейміз. Егер 2-ден көп немесе 2-ге тең болатын болса no болады, а егер 2-ден аз болатын болса немесе жоқ болатын болса yes болады. Төрт есеп шықты. Өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады, қайтадан қарап видеоны өздерің қайталап. Жақсы, сәттілік.